Қайырлы күн достар, сіздермен Ұлжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен жуалы, қатпарлы нан дайындап үйренетін боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіз. Құрамы да қарапайым, әрбір үйден табылады. Ол үшін қажетті заттардың барлығы төменде описаниеде толығымен көрсетілген. Ең алдымен қамырды дайындаймыз. Ол үшін жылы суға, яғни бөлме температурасындағы суға тұзды қосып, екеуін араластырамыз. Содан соң оған сұйық май, яғни күнбағыс майын қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Содан кейін оған ұнды қосып, қамыр илеуіміз қажет. Мен екі бөліп қостым, осылай алдымен жартысын қосып, бір араластырып алдым. Содан соң келесі жартысын қосып, уже қолмен қамыр илеуіміз қажет болады. Достар, сіздерге айта кеткім келеді, менің инстаграм парақшама да тіркеліп қойыңыз, Ұлжанай деп іздеп таба аласыз. Ол жақта да өте қызықты, және де осы YouTube каналыма да тіркеліп, уведомление қосып қойыңыз. Алда әлі талай рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей осылай біркелкі етіп қамырымызды илейміз. Содан соң дастарханның үстіне түсіріп, 1-2 минут бойы тағы да илесеңіз болады. Қамыр өте жұмсақ және де қолға жабыспайды, онымен жұмыс жасау өте ыңғайлы. Қамыр дайын, енді оны целлофанға сала тұрамыз, және де оған дейін салмасын дайындауымыз қажет. Ол үшін 4 пияз, тұз бен бұрыш, және де қалауыңызша көк жуа немесе аскөк салсаңыз болады. Мен үйде аскөк болғандықтан соны қолдандым. Және де алып осы пиязды жіңішкелеп турауымыз қажет. Мен оны осылай етіп ортасынан бөліп, және де әрқайсысын жіңішке ұзынша бөлшектерге бөлдім. Жуаны ірі етіп турамаңыз, себебі ол қазір біз салманың ортасына саламыз, сол себепті оның жіңішке болуы маңызды. Содан соң оған дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз, және де аскөкті қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Аскөк немесе көк жуа қоспаймын десеңіз де өз еркіңізде, тек қана жуадан да дайындасаңыз болады. Мінекей начинкамыз дайын. Енді целлофанда тұрған қамырды алып, тағы да бір басып илеп аламыз. Ол бірігіп, уже эластичный болып, өте ыңғайлы болып тұр жұмыс жасауға. Енді қамырды 6 кішкентай бөлшектерге бөлуіміз қажет. Бізде 6 жуалы қатпарлы нан шығады, сол себепті оны бөліп аламыз осылай. Содан соң әрбіреуін алып, осылай дөңгелектеп қоя тұрамыз, және де олардың бетін жауып қоямыз. Оған дейін бір қамырды алып жаюымыз қажет, ал қалғандарының беті міндетті түрде жабық тұруы қажет. Мінекей осылай алып, бір бөлшегін оны жаямыз оқтаумен. Қамырды өте жұқа етіп жаюымыз қажет, және де қажетінше ұн сеуіпсеңіз болады. Мінекей осындай жұқалықта қамырды жайып аламыз. Содан соң оның ортасына ерітілген сары май жағып шығамыз. Сары майды қатты көп етіп жақпаңыз, тек әрбір жеріне тиетіндей етіп, бастысы жағылған болса болды. Содан соң оған салмасын саламыз. Салманы да қатты толтырып салмаймыз, әрбір жеріне мінекей осылай орналастырып шығамыз. Содан соң оны орап, рулетик етіп орауымыз қажет. Содан кейін осылай жанынан тағы да бір ораймыз, және де оны бірігу үшін шамамен 3-4 минутқа қалдыра тұрамыз. Оған дейін табаға сұйық май құйып, оны қыздырып аламыз. 3-4 минуттан кейін алып қамырды осылай етіп қолмен жайсаңыз болады. Немесе оқтаудың көмегімен де жайсаңыз болады. Мен осылай қолмен барлығын дөңгелек формасына келтіріп жайып алдым. Арасында салмалары шығып кетуі мүмкін, онда тұрған ештеңе жоқ. Егерде 1-2 пиязы шығып кетіп жатса, алаңдамаңыз, ол солай болады. Содан соң жаңағы қызып тұрған майымызға жуалы нанды саламыз, және де бетін жауып, оны баяу отта бір жағынан қызарғанға дейін 3-4 минут бойы бір жағынан қуырамыз. Содан соң екінші жағын аударып, дәл солай 3-4 минут орташа баяу отта қақпағын жауып қойып, осылай қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей дайын болды. Дәл солай барлық 5 жуалы нанды да дайындап аламыз. Мінекей осылай оңай әрі тез дайындалады, және де дәмі өте керемет болып шығады. Менің отбасыма, жолдасыма қатты ұнады. Сіздерге де ұнайтыны сөзсіз, сол себепті дайындап жақындарыңызды қуантыңыздар дегім келеді. Сәттілік!